Стрелкамен көрсеткандай Google Play Market деп тұр, сол жерден бизнес приложениесін скачать етіп аласыздар. Play Market жаңа стрелкамен көрсеткен, соны үстінен басып, мына жерде поиск тұрады, ең жоғарыда лупаның суреті, сол жерге Oriflame деп жазсаңыздар болады, Oriflame десеңіздер өз шығатын, Oriflame деп шығады, соның қасына бизнес деп жазсаңыздар болады. Өз сразу автом Б деп жазасаңыздар уже, көрдіңіздер ма? Осыны менде открыть деп тұр. Сіз соны скачать деп басасыздар. Полностью скачать етілгеннен кейін открыть деп уже басасыздар. Ары қаратай бұны скачать етіп алғаннан кейін, мысал үшін, сіз мына бизнес приложениесі сіздің телефоныңызда тұрады. Алдында стрелкамен көрсеттім ғой, соның үстінен басқан кезде мына осылай шығады. Выберите язык деп тұрады. Осының ең аяғында қарасаңыздар, я нахожусь в другой стране деп тұр. Соны бірінші басып аласыз. Осының ішінен көп ел, мысал үшін біз 67-68 мемлекетпен серіктес Oriflame компаниясы. Осының ішінен Қазақстан дегенді таңдап аласыз. Сізге қай тіл ыңғайлы? Қазақстан қазақ тілі болса, қазақ тілін таңдап аласыз. Орыс тілі ыңғайлы болса, орыс тілі. Мысал үшін маған орыс тілі ыңғайлы, русский деген таңдап алам. Содан кейін жерде номер партнера бренда дейді. Сізге логин деп берді ғой, регистрационный номер берді. Соны мына жерге жазасыз. Өзіңіздікі қандай? Мысал үшін 700 бірдеңе, мысал үшін 6-7 неден тұрады, мысал үшін осылай жасайын. Одан кейін пароліңіз қандай пароль назначить етіп, настоящий время, соны міндетті түрде жазасыз. Мысал үшін 65, соны войти дегенді басасыз. Содан кейін сіз өзіңіздің бизнес приложениеңізге кіресіз.